Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір әдебиет сабағы. Біз бүгін 41-ші сабақ ақ алтынның мекені тақырыбымен танысамыз. Оқулықтарында ашып, дайын отырыңдар. Бүгін сендер шығармашылық жұмыстар орындауға жаттығасыңдар және өлеңдегі теңеу сөздер табасыңдар. Сонымен қатар мақта туралы ақпараттар аласыңдар. Өздерің суреттен көріп тұрғандай, біз бүгін Қазақстанның ақ алтыны мақта өңірімен танысамыз. Балалар, мақта біздің Қазақстанның оңтүстік өңірінде өседі. Оңтүстікте Түркістан облысы, яғни Мақтаарал ауданы, Сарыағаш, Шардара, Ордабасы және Отырар аудандарында осы мақтаның 35 түрі өсіріледі екен. Сол 35 түрінің 5 түрін қолдан да өсіреді екен. Мақта ол жарық, жылу және суды көп керек етеді. Оның сары және ақ түстері өседі екен. Балалар, сендер білесіңдер, я, мақтадан үстеріңе киімдер тігіледі. Сол сияқты мақтадан май алынады екен. Оның майын тағамға да қосамыз және техникалық майлар болады екен. Балалар, осы мақта майы одан әртүрлі қолға, бетке жағатын кремдер алынады. Мақтаны тоқыма өнеркәсібі үшін шикізат ретінде қолданады. Одан мақтаның талшықтарынан әртүрлі маталар шығарады екен балалар. Сонымен қатар оның қалдықтарын да текке тастамайды. Одан талшықтардан кәдімгі өздерінің фотоға түсетін фотопленка жасайды. Дәрілік мақта жасайды, пластмасса шығарады екен. Тіпті жанғыш пілте де жасап шығарады екен. Сонымен қатар мақта майы тамаққа, консервіге және парфюмерия өнеркәсібінде де көп қызмет жасайды екен. Ендеше балалар, оның тіпті сыртындағы күнжарасының өзін сыртындағы оны малдарға қолданады екен. Сондықтан да мақтаның қажеттілігі біз үшін өте күшті екен. Міне осы оңтүстікте ғана өсетін, тек қана ыстықты, жарықты жақсы көретін осындай біздің ақ алтынымыз бар екен. Енді балалар, мынау тапсырмаларға қарайық. Мақта қалай ойлайсыңдар? Өседі дейді және қолдан жасалады дейді. Қанекей, қалай ойлайсыңдар? Әрине мақта өседі, я, келісесіңдер. Және балалар, кейбіреуін жаңа айттық, 5 түрін оны қолдан өсіреді екен. Әрине жасамайды, оны да егіп өсімдік ретінде өсіреді екен. Мақтадан қандай өнім алатындарын естідіңдер, я? Майдың түрлерін алады екен. Және жіп, ол жіптен әртүрлі маталар тоқиды екен, тігеді екен. Енді біз осы Өтебай Тұрманжановтың осы біздің оңтүстік деген өлеңімен танысамыз. Тыңдайық. Қауа шағын қақ жарған, ақ мақтасы ақ маржан, алмасы аппақ ақықтай, жүзімі бар жақұттай, түні салқын күн ыстық, осы біздің оңтүстік. Қарбызы бар келідей, қауыны аттың беліндей, ас қабағы аяқтай, пиязы бар табақтай, түні салқын күн ыстық, осы біздің оңтүстік. Не балалар, керемет, я, өлең? Өлеңде теңеу сөздер өте көп екен. Ендеше біз сабағымызды осы теңеу сөздерді табумен әрі қарай жалғастырайық. Бұл жерде маржан, ақық, жақұт деген сөздер, олар қымбат, асыл тастар екен балалар. Ендеше мақтаны осы ақ маржанға, ақық, жақұт, асыл тастарға теңеп тұр екен. Келесі теңеу сөз қарбыз. Қарбызы керідей дейді.
келі дегеніміз үлкен саба сияқты ыдыс балалар. Оны ата заманда біздің ата бабаларымыз келіні түйеміз деп айтады екен, иә. Сол келіде әртүрлі тағамдар дайындайды екен. Міне ол қарбызды сол келіге теңеген екен. Қауыны аттың беліндей. Өздерің білесіңдер, жылқыны, иә. Сол жылқының атқа шабатын жаңағы аттардың белі тегіс, әрі кең болады. Міне осы қауынды сол аттың беліне теңеген екен. Ас қабағы аяқтай, пиязы табақтай. Аяқ деп біздің қазақта ыдыстарды айтқан екен. Ас қабақтың суретіне қарасаңдар, үлкен қазандарға ұқсайды. Сондықтан ас қабақ пен пиязды біреуін табаққа ұқсаса, біреуін жаңағы қазанға ұқсатып тұр екен. Ендеше теңеп тұр екен. Міне бұндай сөздерді балалар теңеу дейді. Бір басқа затқа салыстырып айтатын болса, теңеу дейміз. Міне осыны көшіріп дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі тапсырма сендерге. Осы біздің оңтүстік деген өлеңді мәнерлеп оқисыңдар. Сонымен қатар қосымша тапсырма, мынау суреттерге қарап, ел мақтаған мақтамын деген тақырыпқа әңгіме құрайсыңдар. Яғни сен монолог жасайсың. Сен өзің мақтаның рөліне кіресің. Мақта болып, өзіңді өзің елге қандай жақсылығың бар? Неге сені ел мақтайды? Неңмен сен пайдалысың? Сол туралы айтатын боласың. Және оны айту үшін балалар мақта туралы қосымша деректерді іздестіріп оқып алыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өздерің егер өте жақсы түсініп дайындалып келсеңдер, мына жеміс ағашы сияқты боласыңдар. Ал егер кішкене түсінбей қалсаңдар, онда сыныпқа кеп түсінбеген жерімізді талдаймыз. Ал мүлдем оқымасақ, кактус сияқты нашар болып қаламыз, шөлді жерде өсетін. Сондықтан мен сендерге сенемін, сабақты жақсы оқып келіңдер. Сабағымыз аяқталды.